Бүгін Тараздағы нөмір 63-ші орта мектепте Хақын сатирик Жамбыл радиосының аға редакторы Бақытжан Сәветұлының жас оқырмандармен кездесу кеші өтті. Ақынның 60 жас мерейтойы қарсаңында арнайы ұйымдастырылған жиынға белгілі қаламгерлер қатысып, оның шығармашылық өнері мен жастарға арналған кітаптары жайында сөз қозғады. Қоянның құлағы неге ұзын, құйрығы неге қысқа, хайп пен лайк осындай мағынасы жұмбақ тақырыптарды суреттейтін сатирик Бақытжан Сәветұлының бүгін жас оқырмандармен кездесуі ерекше өтті. Себебі бұл жолы ақынның кітаптарын сүйіп оқитын, оның шығармаларын бойына сіңірген мектеп оқушылар жиналды. Іс-шара балаларға күлкі мен ой сыйлаған қаламгер тақырыбын арқау етіп, мазмұнды сұхбатқа ұласты. Кездесу барысында автор сатира жанрының қыр-сырын түсіндіріп, шығармаларының жазылу тарихымен бөлісті. Ең бірінші кітабым «Қоянның құлағы неге ұзын, құйрығы неге қысқа» деп. Екінші кітабым таяуда ғана баспада шығып жатыр, әріптер әлемі деп. Ол әліппе деуге де болады. Өйткені мұнда мен 42 әріптің, қазақтың алфавиттерін тек қана жұмбақпенен келтіріп, бір шумақпенен балаларға жеңіл түрде бере бердім. Сондықтан да бұл кітапты балалар алдағы уақытта ұстаздары пайдаланып, әліппе ретінде үйретуге де болады деймін. Сондай-ақ басқосуда белгілі қаламгерлер автордың жұмбақ тақырыбының мазмұнын жас оқырмандарға түсіндіріп, шығармашылық қырларын айтып, пікірлерімен бөлісті. Ал оқушылар ақынның жазған кітаптарын қойылым арқылы көрсетіп, қызықты ойындар ойнады. Қоянның құлағы неге ұзын, құйрығы неге қысқа? Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Мен Бақытжан Сәветұлының «Қарға мен бүркіт», «Хайп пен лайк» атты әзіл әңгімелерін оқыдым. Бұл әңгімелерде шымшық пен бүркіт атты әңгімесінде кішкентай ғана шымшық пен айбарлы бүркіттің арасындағы қызықты оқиға баяндалады. Айта кетейік, оқушылар ақынның шығармашылығы туралы сұрақтар қойып, оның өмір жолы жайында пікірлерін тыңдады. Кездесу соңында қатысушылар естелікке суретке түсті. Ұйымдастырушылардың сөзінше дәл осындай тағылымды кештер мұнымен шектелмейді, алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Төлеген, Толжан Төлегенов, Айқын ақпарат.